Сәлем балалар, қазақ тілі 2 сынып 10 сабақ, тақырыбы и және қысқа и әріптерінің жазылуы. 38 жаттығу өлеңдегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып оқы, сол әріпті неліктен қойғанын дәлелде. Кім дейміз? Сыйлап үлкен ағаны, сәлем берген баланы. Кім дейміз? Әдепті екен бұл дейміз, тауда биік талабы, жақсы оқитын баланы. Кім дейміз? Үлгілі екен бұл дейміз. Өлең не туралы? Өлең тәрбие, әдептілік, білімге құштарлық туралы. Үлкенді сыйлап, сәлем беру тәрбиеліктің белгісі. Үлгілі болу, білімге ұмтылу және жақсы оқу. Өзгелерге үлгі болатын әр баланың ісі. Көпнікті орнына біз сыйлап, яғни құрметтеу деген мағынаны білдіріп, биік арманға, мақсатқа жету, ал оқитын ол білім алу. 39 жаттығу. Аидаға әкесі планшет сыйлады. Планшеттен кейбір сөздердің жазылуын тексерді. Сол сөздерді көшіріп жаз және олардың жазылуын есіне сақта. Мынау ережесі, мына жерде планшеттегі сөздер. 40 жаттығу. Өлеңдегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып көшіріп жаз. Апам қонақ шақырып, достарымды жинады. Менің туған күніме көкем көйлек сыйлады. И және қысқа әріпі бар сөздің қасын сызып, бір-бірімен салыстырды. Көп нүкте орнына жинады, мұнда и дауысты дыбыс. Көйлек дегенде и қысқа и дауыссыз дыбыс. Сыйлады дегенде и тіркесіндегі и бізде дауыссыз дыбыс екен. Өлең туған күн мерекесі мен отбасылық қуаныш туралы. Өлеңде баланың туған күніне орай жасалған дайындық пен жақын адамдарын көрсеткен ілтипаты сипатталған. Апасы қамқорлық жасап, қонақ шақырып, баланың достарын бірге басын қосады. Көкесі туған күнге арнайы сыйлық береді, яғни көйлек берген екен. 41 жаттығу. Сызба арқылы и және қысқа и дыбыстары туралы білетінді өз сөзіңмен айт, ереже құрастыр. Егер жаңағы ұзақ и деп айтамыз ғой, дауыс дыбыс сөз басында және дауыссыз дыбыстан кейін жазылады. Мысалы, ине, тиын. Қысқа и дауысыз дыбыс сөз ортасында және соңында дауысты дыбыстан кейін жазылады. Мысалы, ай, шай, көй. Есте сақта, мына жерде ереже жазылып тұр. Шығармашылық үзіліс. 42 жаттығу. Жағдаяттан шығып көр. Бүгін Дидардың әкесінің туған күні. Сабақтан соң дүкенге келді. Сыйлық таңдауға біраз қиналды. Сен Дидардың орнында болсаң, әкеңе не сыйлар едің? Яғни бұл тапсырма оқушының ой өрісін дамытуға арналған. Дидардың орнында болсам, әкеме мынандай сыйлықтардың бірін таңдар едім. Әкем кітап оқып жатса, қызықты кітап. Егер спортпен айналса, спорттық бұйым, мысалы, доп немесе шахмат. Немесе әкемнің суретін салып, әдемі құттықтау хатын, яғни открытка дайындап берер едім. Өйткені өз қолымен жасаған сыйлық ең ыстық сыйлық болып саналады. Әдемі қалам немесе ыңғайлы күнделікті болады екен. Қорытынды. Мен Дидардың орнында болсам, әкеме өз қолымен жасалған құттықтау хатын және оның жақсы көретін кітабын сыйлар едім, дейді бала. Өйткені әке үшін баласының көңіл бөлгені, яғни ең үлкен бақыт екен. Бүгінгі біздің тақырып бойынша и және қысқа и туралы сөздерде, сөйлемдерді қалай жазылатынын білдік. Ережесін оқып, өздерің естеріңе сақтап алыңдар. Және өлеңдер туралы біз шығармашылық жұмыс туралы ақпараттар, тапсырмалар орындадық. Сабақ аяқталды.